Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Рима. Бүгін осындай керемет смузи жасайтын боламыз. Денсаулыққа өте пайдалы, ішқұрыз тазалайтын, токсиндер, шлактарды шығаратын және де құрттарды шығаратын осындай керемет смузи дайындаймыз. Мен бірге жасап көріңіздер. Алдымен біз осындай петрушкамызды жақсылап жуып тазалап аламыз. Бұл петрушкада өте керемет көптеген витаминдер бар бойында, өте пайдалы. Және де бір ғана қиярымызды саламыз. Осылай бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Бәрін жақсылап. Ендігі мұнда бір дана киви қолданамыз. Кивиді осы сыртымен қолданамыз, тек қана екі шетін алып тастаймыз. Бұл кивиді жақсылап жуып тазалап алатын боламыз. Сыртымен қолданатын болғасын. Осылай бөлшектерге бөліп бұл кивиді кесіп аламыз. Осылай. Мұны барлығын осылай кесіп алдық. Енді осыны блендерге саламыз. Блендерде өткізетін болғандықтан осылай барлығын салып аламыз. Өте керемет пайдалы смузи, денсаулыққа өте керемет. Және де мұнда бір дана, бір ас қасық асқабақ дайын салатын боламыз. Және де 200 грамм бөлме температурасында суымызды құямыз. Бұл бізде теріні тазартатын сондай өте керемет смузи. Барлығын жақсылап блендермен кесіп аламыз. Барынша уақыт көзінен өткізген абзал. Мына осылай біздің смузиміз дайын болды. Өте керемет. Балдарға да берсеңіздер де өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте пайдалы. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Арнам пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға да көп рахмет. Сіздермен болған Рима.